Ассалаумалейкум көпшілік. Бүгінгі сіздерге көрсететін құралымыз ол турбогиб механикалық бүкпе аппараты, қазақша 25 мм-ге арналған нержавейка 316 LSS материалы. Бұл дейтін екі астыңғы аяқтары және де үстіңгі бөлігі болып екіге бөлінеді. Бұл жерден міне бұны осылай жалғайды, бір-бірінің үстіне қою арқылы. Және де бұл жерде ең бастыға назар аударатын жер бұл градустан алынған. Бұл жерде мынандай осындай сызығы бар өзінің, соны нөлге келтіру керек ең басты. Содан кейін оның құралдары, бұл турбаны қоюға арналған жері, бұл жерден 0 деген сан көрсетілген. Соған құралды алып келеміз де, бұл құралда да 0 көрсетілген. Соны осылай қоямыз. Міне бұл жерде көрсетілген, және де мына жерде екі жерде көрсетілген. Мына екінші көрсетілген жеріне қоямыз осылай. Және де тағы бір бұның құралы, бұл осы құралын жазуын үстіне қаратып осы жерге келтіреміз. Мына жерді басты назарға аудару керек. Және де ол турба тірейтін жері, турбаны. Сосын тағы бір құралы, ол бұл тұтқыш. Яғни ол жерде орналасады. Келесі сабақта сіздерге бұны бүгіп көрсететін боламыз турбогибпен. Рахмет.